Пакеті нәне? Балам жақсылап жайғасып ал. Мен қазір өз қолыммен ат әбзелдерін жасап жатырмын. Қара, мынау ұста балам, ноқта, аттың ноқтасы. Енді болашақта өзіңе керек болады, жақсылап таныстырып қояйын. Мынау ер тоқым. Тоқымы астына аттың үстіне жақсылап төселетін дүниесі. Ал мынау ері. Мынау алдыңғы қасы, мынау артқы қасы деп аталады. Бұған адам жақсы жайлап отыру үшін, оңға солға кетіп қалмас үшін. Және де мынау сол қазақтың ұлттық ойындары бар. Көкпар, аударыспақ деген сол кезде басқа киетін бөрігі. Және де мынау балам атты жетектеуге, атқа мінген кезде, көкпар, бәйге сол кезде мынау жүгені, ауыздығы. Осы жүгенмен атты жалпы жетектеуге болады. Және де мынау мінекей тұрған үзеңгісі ең керекті құралы, аяқпен басып, жақсылап атқа жайғасып міну үшін. Мынау тартпасы. Мынау таралдық. Осыны мынаған жақсылап бекітіп қояды, атқа жақсылап міну үшін. Және де мынау тартпасы қара. Ер тоқым жылжып кетпес үшін жақсылап бекітілетін өзінің әбзелі осы. Енді кез келген бала дүниеге келген кезде оған әсіре деген сыйлығы болады. Әсіре деген ол жаңа туылған балаға жасайтын сыйлық. Яғни саған жақсы бір дайындаған сыйлығың бар. Сенің жасың беске келіп қалды. Болашақта сен де атқа мініп, қазақтың ұлттық ойынын, осындай қазақтың нағыз бір атпалдай азаматы болуына бір үлесімді қосайын. Саған бір атым бар сыйға. Қазір бұйырса атқа мінгіземін сені. Анашым, не жасап жатырсың? Мен қызым құрақ көрпеше жасап жатырмын. Құрақ көрпені қалай жасауын саған үйретейін, келе ғой. Қасыма келіп отыра ғой. Сен маған көмектесіп беріп тұр, мен саған түсіндіре отырып тігіп көрсетейін. Құрақ көрпені ежелден келе жатқан бұл дәстүрлі бұйымымыз. Бұны қызым ши құрақ деп атайды. Ши құрақты қазір көрпе қылып әдемі тігеміз. Құрақ көрпені өзінің бір мағынасы, маңызы бар екен бұл құрақ көрпенің. Құрақ көрпені жас отбасыға басы құралсын, көз тимесін, тіл көзден аман болсын деп, және несібесі артсын, үйлеріне береке, бақ қонсын деген ниетпен жасап береді екен. Енді қызым, маған жайлап беріп отырсаң, мен құрақ көрпені саған қазір тігу жолын үйретіп көрейін. Кәнекей, аналарды құрастырып бере қойшы маған.